10 минуттың ішінде өте дәмді ерекше тіске басар. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Бүгін мен сіздерге өте ерекше тіске басар рецептімен бөліспекшімін. Мен төмендегі описаниеге жазып қалдырамын, сол жерден құрамын қарай алсаңыздар болады. Енді біздер асқабағымызды жуып тазалап, осылай үккішіміздің көмегімен өткізіп аламыз. Асқабағымыз дайын, үккіштің көмегімен өткіздік. Енді біздерге бөлме температурасындағы айранымыз қажет болады. Енді осы айранымыздың үстінен 2 жұмыртқамызды салып аламыз. Енді үстінен електен өткізілген ұнымызды, тұзымызды, сұйық майымызды құйып, бетіміздің көмегімен араластырып аламыз біркелкі масса болғанша. Енді пісіретін табамызға аз мөлшерде сұйық май құйып, осылай жақсылап жан-жағына жағып аламыз. Енді қызып тұрған табамызда аз-аздан пісіріп ала береміз. Дәл осы экранда көрсетілгендей етіп жағып шығамыз. Міндетті түрде өте жұқа етіп пісіруге тырысыңыздар. Достар, менің YouTube арнама тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып кетсеңіздер, алдағы уақытта сіздерге керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Міне тағы да осылай салғаннан кейін қасығымыздың көмегімен жан-жағына жағып, біркелкі болғанша дәл осылай жұқартып жайып аламыз. Бұл жерде асқабақ піспей қалмайды, міндетті түрде пісіп шығады. Сондықтан сіздер пісіп жатқан кезде абай болыңыздар, өте жұқа етіп жауға тырысыңыздар. Сол кезде сіздердің асқабақтарыңыз да ішіндегі қосқан ұндарыңыз да пісіп шығады. Мен бұл тағамды жиі жасаймын, себебі өте дәмді әрі тез жасалынады. Мен бұны түскі аста немесе тіске басар ретінде бесік шайларға жиі жасаймын. Асқабақтарыңыз дәмді болса, аздап қант қосып жіберсеңіздер де өте дәмді болып шығады. Әр пісірген сайын табаларыңыздың астына міндетті түрде сұйық майдан аз-аздан құйып жағып отырыңыздар. Менің тіске басар тағам дайын болды. Өте керемет, өте жұмсақ болып шықты. Міндетті түрде отбасыларыңызға пісіріп беріңіздер. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар. Және де пісіріп көруге кеңес беремін.